Құрметті онлайн бейнедәріс қатысушылары, назарларыңызға қайырымдылық және этноволонтерлік, этномәдени бірлестіктер үшін инклюзивті мүмкіндіктер атты бейнедәрістерін бастаймыз. Бейнедәріс этномәдени бірлестіктер арасында жалпы азаматтық бірегейлікті қалыптастыру және қазақстандық патриотизмді дамытуға бағытталған жобаларының аясында Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің, Қазақстан халқы ассамблеясының қолдауымен және азаматтық бастамаларды қолдау орталығының гранттық қаржыландыруы есебінен дайындалды. Бейнедәріс Қазақстан халқы ассамблеясының ел бірлігін, қоғамдық келісімді нығайту мақсатындағы сан қырлы қызметінің қатарында шоқтығы биік тұратын, қайырымдылықты дамытудағы үйлестіруші ретіндегі қызметіне, этноволонтерлік және этномәдени бірлестіктер үшін инклюзивті мүмкіндіктеріне арналған. Қайырымдылықты жасауға ұмтылу халқымыздың ертеден келе жатқан дәстүрі. Қазақстан халқы ассамблеясының қайырымдылық шаралары жүйелі түрде 5 жылдан бері іске асырылып келе жатыр. Меценаттық және қайырымдылық дәстүрлерін дамытуға ықпал ететін Тайқазан, Сарқыт, Қоржын, Қамқор, Ақорамал және тағы басқа жобаларын ерекше атап өтуге болады. Биылғы жыл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен Қазақстанда волонтер жылы болып жарияланды. Қазақстан халқы ассамблеясының аясында өңірлерде волонтерлік қозғалыс орталықтары ашылып жұмыс істеп жатыр. Волонтерлік қозғалысы пандемия кезінде де сұранысқа ие болды. Қайырымдылық және волонтерлік акциялар күн сайын өзекті болып отырған маңызды ресурс болып табылады. Бейнедәрісті әрі қарай саясаттану магистрі Айсана Қахарман жалғастыратын болады. Қайырлы күн, құрметті қатысушылар. Бүгінгі видеодәрістің атауы қайырымдылық және этноволонтерлік, этномәдени бірлестіктер үшін инклюзивті мүмкіндіктер. Қазақстан Республикасының қайырымдылық туралы заңы қайырымдылық саласында туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді. Қайырымдылық көмек көрсетуге және ізгілік қажеттіліктерді қанағаттандыруға негізделген филантропиялық, демеушілік және меценаттық қызмет. Сондай-ақ туған жерге қолдау көрсету түрінде ерікті, өтеусіз не жеңілдікті шарттармен жүзеге асырылатын әлеуметтік пайдалы қызмет. Қазақстан халқы ассамблеясы ел бірлігін, достық пен татулықты, қоғамдық келісімді нығайту мақсатында елдегі қайырымдылықтың дамуына жәрдемдеседі. Қайырымдылық саласында үйлестіруші және өзгеде қолдау көрсетеді. Жылу әлеуметтік қайырымдылық жобасы бұл қиын жағдайда тап болғандарды киім-кешекпен қамтамасыз ету және жұмыс орындарын ұсыну мүмкіндігін біріктіретін қайырымдылықтың жаңа форматы. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының қайырымдылық бөлімінің мәліметі бойынша 2019 жылы 250.158 отбасына қайырымдылық көмек көрсетілген. Қамқор қайырымдылық акциясының аясында бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін, қайырымдылық пен патриотизмнің тамаша үлгісін көрсеткен ақтөбелік меценат әкелерге арналған саябақ салып, ауыл тұрғындарының пайдалануына берген. Түркістан облысының Шаян ауылында меценаттар спорт кешенін салған. Ал Алматы облысында меценаттар көп балалар отбасыларға үй салып сыйға тартқан. Түркістан облысында туған жер жобасы аясында бизнесмендердің қолдауымен 100-ге жуық әлеуметтік нысандар салынған. Қазақстанда қайырымдылық шараларға, волонтерлік жұмысқа қатысқандар саны күннен күнге артып келеді. Мемлекет басшысы Қазақстанға күштеп жер аударылған этностар өкілдерін қазақ халқы шетке шығармай, сол заманда өздерінің де қиналғанына қарамастан, олармен жарты нанды бөліп жегенін әрдайым еске алады. Заң волонтерлік қызметті қолдаудың құқықтық негіздерін, мақсаттары мен міндеттерін, қағидаттарын, нысандары мен түрлерін, сондай-ақ оны қолдау шараларын белгілейді. Естеріңізге салсақ, Қазақстанда волонтерлік қызмет 2016 жылғы 30 желтоқсанындағы волонтерлік қызмет туралы заңымен реттеледі. Волонтерлік қызмет бүкіл әлемде жаһандық ауқымға ие болып келе жатқанын айту керек. 1987-2018 жылдар аралығында волонтерлер қозғалысына қатысқан адамдардың саны 80 миллионнан 320 миллионға дейін артқан. Бүгінде волонтерлар 6 құрлықта әлемнің 107 елінде белсенді жұмыс істейді. Жыл бойы 3000-нан астам жоба жүзеге асырылады. Күн сайын волонтерлер қызметі азаматтар арасында өзекті бола түсуде. Бұған әртүрлі факторлар ықпал етеді. Біреулер адамдарға шын жүректен көмектескісі келеді, кейбіреулер оны сәнді деп санайды.
волонтерлікті көңілді және қызықты деп санайтындар да бар. Ал енді біреулер түрлі іс-шараларға тегін кіру үшін волонтерлікпен айналысады. Біріккен ұлттар ұйымының волонтерлерлі бағдарламасы жылына бірнеше күн бойы волонтерлік қызмет атқаратын адамдарды ескере отырып, әлемдегі волонтерлардың санын 1 миллиард адамға дейін бағалайды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен Қазақстанда 2020 жыл волонтерлар жылы болып жарияланды. Ізгі іспен айналысу, жақсылық жасауға ұмтылу халқымыздың ерте заманнан қалыптасқан дәстүрі. Бүгінде дүние жүзінде волонтерлікпен айналысу үрдісі кең таралып, әлемдік қозғалысқа айналған белгілі. Волонтерлік қызметінің басты мақсаты да бірге жұмылып, халыққа қызмет ету. Волонтерлік патриотизмнің бір көрінісі. Еріктілер ең алдымен елдің игілігіне қызмет етеді. Олардың жұмысы азаматтық қоғамды одан әрі дамытуға мүмкіндік береді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев волонтерлікті кеңінен дәріптеп, береке бірлігімізді арттыратын шараларға бір ел тұтас ұлт болып атсалысу қажеттілігін атап көрсеткен. Алдағы жылдың барлық волонтерлік жобалары негізінен 7 бағытқа біріктірілген. Оның біріншісі сабақтастық. Волонтерлер балалар үйінің тәрбиеленушілеріне қамқорлық жасай алады. Екіншісі білім. Ауыл мектептерінің жоғары сынып оқушыларына волонтерлік көмек. Үшіншіден асыл мұра. Халқымыздың материалдық және рухани, мәдени-тарихи мұрасын сақтау. Төртіншіден саулық. Медициналық волонтерлік науқасқа шалдыққандарды күтуге көмек көрсету. Бесіншіден таза әлем. Қоршаған ортаны қорғау, өзендер мен ормандарды тазалау, ағаш отырғызу, қоқысты сұрыптауға үйрету. Алтыншыдан қамқор. Волонтерлердің қарттар үйіндегі жұмысы. Жетіншісі үміт. Екінші дүниежүзілік соғыстағы жеңістің 75 жылдығы аясында ұйымдастырылған. Қайырымдылық пен татулық қазақ халқына тән ерекше тарихи дәстүрлердің бірі. Бүгінгі таңда бұл тарихи құбылыс терең зерттеу объектісіне айналуда. Лев Гумилевтің сөзімен айтқанда, ұлы дала, ол қазақтардың басты біріктіруші рөлі арқылы Еуразияның мәдениетаралық және интеграциялық кеңістігін әлемге танытқан адамдар және табиғат. Қазақ ойшылдары өз еңбектерінде әділдіктің адамгершілік болмысын және қоғамдық өмірдегі еңбек сүйгіштік, өзара көмек, мейірімділік, абырой және тағы басқа сол сияқты құндылықтарды маңыздылығын көрсеткен. Бұл басқалардың басына түскен қиындықтар мен қайғы-қасіретке маңайындағылардың жаңашылық көрсете білуі. Мысалы, асар, дала халқының бірлесе жұмылып, бір-біріне өтеусіз қолғабыс беру дәстүрі. Қазақтың ауылы туыстардың бірлігі мен бауырластығының жарқын көрінісі болды. Жарияланған асарға келмей қалу ауылдастар арасында айып болып саналған. Қайырымдылық, мейірбандық және жаңашырлық дәстүрлері қазақстандық этностардың мәдениетінде де ежелден қалыптасқан. Қазақ жерінде тұратын этностардың дәстүрлерінің өзара кірігуі қоғамдық келісім мен бірлікті нығайтатын біріктіруші жобаларды дамытуға қызмет етеді. Тамыр болу қазақ пен басқа ұлт өкілдерінің арасындағы қарым-қатынастың ерекше түрі. Қаймағы бұзылмаған қазақ елінің ұлттық құндылықтарының тамыры тереңде жатыр. Қазақ халқы салт дәстүр мен әдет-ғұрыптарға бай. Мысалы, қонақ асы дәстүрі бойынша әрбір қазақ үйіне келген қонаққа жылы жұмсағын алдына тосып, түнетуге міндетті болған. Бұл дәстүрден бас тартқан жағдайда саяхатшы бұл туралы биге мәлімдей алады. Ұлы даланың қасиетті әдет-ғұрыптын сақтамағаны үшін сараң үй иелері ат-топ айыппұл төлеген. Қазақ халқының ежелден қалыптасқан біріктіруші рөлі туралы Олжас Сүлейменов, Шыңғыс Айтматов, Шохан Валиханов, Григорий Потанин, Мұхтар Әуезов және тағы басқалары еңбектерінде бейнелі түрде жазылған. Әлемде көптеген діндер бар және әртүрлі көзқарастар мен наным-сенімдегі адамдар бірге өмір сүреді. Барлық діндер қайырымдылықты, адамға жанашырлықты, төзімділік тілін насихаттайды.
Славян этностарының ежелгі христиандық мейірімділік дәстүрі, түркі халықтарының қайырымдылық және жанашырлық салт дәстүрлері бүгінде жүйелі түрде зерттеуді қажет етеді. Бұл заманауи этно-волонтерліктің қалыптасуына өз үлесін қосқан біріктіруші арқаудың бірегей палитрасын құрайды. Этно-волонтерліктің өз тарихы мен дәстүрлері, қайырымдылық пен ынтымақтастықтың басты құндылықтары өркениеттердің дамуына ең алдымен Ұлы Жібек жолы тарихынан негізделген. Бәрімізге белгілі, меценаттық дәстүрі ежелгі сақ өркениеттерінде кездескен. Сондықтан Еуразия халықтары арасына волонтерлік дәстүрі бұдан жүздеген жыл бұрын енгізілген. Яғни жақынына жанашыр болу, әр адамның рухани қажеттілігі болуы туралы түсініктерді мол болған. Қазақстан Халқы Ассамблеясы қайырымдылық керуені, алғыс айту күні, мың бала, ұлы дала елі, түркі дәуірінің рәміздері және тағы басқа жобалар аясында тұрақты түрде қайырымдылық акцияларын ұйымдастырады. Қазақстандық бірегейлікті нығайтуға жаға жетпес үлес қосады. Осылайша гуманистік жобалары арқылы этномәдени бірлестіктер арасында қайырымдылық пен меценаттықты дамытады. Қазақстан Халқы Ассамблеясының қайырымдылық керуені акциясы жүйелі түрде 5 жылдан астам уақыт бойы өткізіліп келеді. Олар меценаттық және қайырымдылық дәстүрлерін дамытуға ықпал етеді және іс-шараларды іске асыруға жастарды тартады. Оларға Тайқазан, Сарқыт, Қоржын, Қамқор, Ақ орамал және тағы басқа жобалар жатады. Осындай жобалар арқылы ауыр науқасқа шалдыққан балаларға шет елдерде күрделі операциялар жүргізуге қаражат жиналды және аударылды. Интернат үйлері үшін жабдықтар сатып алынды. Соғыс және тыл ардагерлеріне көмек көрсетілді. Ауылдық жерлердегі спорт стадиондары жөнделді. Қазақстан Халқы Ассамблеясының игі дәстүріне айналған қайырымдылық керуендері әлі де жалғасуда. Яғни Астанада Астана күні қазақтың қасиетті асы ет асылып, оның салмағы 736,5 килограммды құрайтын іс-шара Гиннестің рекордтар кітабына енгізілген. Әр ұлттың аспаздары дайындаған қазақтың қасиетті асынан елорда қонақтар ғана емес, этномәдени бірлестіктердің өкілдері, ардагерлер мен көп балалы отбасыларда дәм таталды. Волонтерлар жылы аясында республика бойынша барлық достық үйлерінде бірыңғай ашық күні өткізілген. Донорлықты насихаттау, қан мен оның компоненттерінің санын арттыру, қайырымдылыққа жәрдемдесу Қазақстан Халқы Ассамблеясының басты мақсаты болып табылады. Ерекше балаларға арналған Қазақстан Халқы Ассамблеясының мектепке жол акциясы әлі күнге дейін жалғасуда. Қазақстан Халқы Ассамблеясы өкілдері Түркістан облысының Арыс қаласында орын алған апат кезінде бауырластықтың, ынтымақтастық пен қайырымдылықтың жарқын үлгісін көрсетті. Ағымдағы жылдың мамыр айында Түркістан облысының Мақтаарал ауданында 5 ауылды су басып, 7000 гектардан астам ауыл шаруашылығы жерлерін шайып кетті. Су тасқыны салдарынан 31 мыңнан астам адам үйінен айырылған. Коронавирус пандемиясына байланысты карантиннің қатаң талаптарына қарамастан Қазақстан Халқы Ассамблеясының гуманитарлық жобалары толастамай зардап шеккендерге қайырымдылықпен қолдау көрсетті. Волонтерлер пандемия кезінде де жұмысын тоқтатқан жоқ. Себебі пандемия әлемдегі экономикалық жағдайды ғана емес, сонымен бірге адамдардың мінез-құлқын да өзгертті. Қайырымдылық және волонтерлық акциялар әлеуметтік аз қамтылған азаматтарды қолдауға арналған іс-шаралар кешені. Волонтерлер қозғалысының пандемия кезіндегі жаңа және негізгі бағыты мемлекеттік денсаулық сақтау жүйесін қолдау болды. Өзін-өзі оқшаулау режимі, дүниежүзілік карантин, адамдардың алаңдатушылығы және мазасыздануы, дағдарыс, халықтың табысының төмендеуі. Бірақ таңқаларлық жағдай, волонтерлік осындай қиын кезеңдерде танымал болды. Осы қиын кезеңдегі волонтерлік іс-әрекет адамдарға топтасуға және өзіне сенімді болуға мүмкіндік берді. Әлемді волонтерлерсіз, әсіресе пандемия кезінде әдеттегі уақыттан бірнеше есе көп көмек қажет болған кезде
қалай жұмыс істегенін елестету қиын. Демек, волонтерлық күн сайын өзекті болып келе жатқан маңызды ресурс. Қазақстандағы волонтерлердің жаңа бағыты құқықтық көмек көрсету бойынша волонтерлік деп аталады. Коронавирус пандемиясынан туындаған дағдарыстың басында қазақстандық үкіметтік емес ұйымдар виртуалды волонтерлік сияқты көмек көрсетудің жаңа әдістері мен тәсілдерін іздеумен сипатталатын бейімделу кезеңінен өтті. Цифрлық волонтерлер қазақстандықтарға электрондық мемлекеттік қызметтерді алуға көмектескен. Волонтерлер азаматтарға мобильді азаматтар базасында тіркелуге және ЭЦК алуға, кезекке тұруға, сондай-ақ egov.kz порталында электрондық қызметтер алуға көмектескен. Қазақстандықтардың игі ұмтылыстары мемлекеттік кемелдену мен табыстылығының көрінісі. Волонтерлық қызмет реформаларды жүзеге асыруда жалпы мемлекетімізді жаңғыртуға маңызды рөл атқарады. Яғни волонтерлер өздерінің іс-әрекетімен аса маңызды реформаларды жүзеге асыруға нақты үлес қоса алады. Еңбекқорлық әлемге ашықтық арқылы озық технологияға және жоғары еңбек өнімділігіне негізделген жаңа экономика құра аламыз. Волонтерлық идеясын белсенді ілгерілету отандастарымыздың ой-санасын, жаңа парадигмасын жаңғыртуға ықпал етеді. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сөзінен алынған. Осымен видео дәріс аяқталды. Назарларыңызға рахмет.